Қымбатты отандастар, бүгін елімізге және әрқайсымызға қатысты аса маңызды үндеу жариялап отырмын. Еліміздің Конституциясына сәйкес, Қазақстан Республикасы президентінің кезектен тыс сайлауын 2019 жылдың 9 маусымында өткізу туралы шешім қабылдадым. Мен бұл жауапты шешім бойынша елбасымыз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевпен ақылдастым. Парламенттің қос палата спикерімен, премьер-министрімен кеңестім. Конституциялық кеңестің келісіміне жүгіндім. Парламенттегі партия жетекшілерімен кездестім. Кезектен тыс сайлау туралы шешім қабылдау өте маңызды әрі қажетті қадам. Біз елбасымыздың арқасында тәуелсіз қуатты мемлекет құрдық. Қазақстан халықаралық жүйеде өзіне лайықты орнын алды. Бізді ықпалды және белді мемлекет ретінде бүкіл әлем мойындады. Қазіргі таңда тарихи кезеңді бастан өткеріп отырмыз. Жоғары билік заңды және бейбіт жолмен ауысты. Бүкіл әлем қоғамдастығы осы оқиғаны түсіністікпен және құрметпен қабылдады. Мемлекет басшысы ретінде мен өзімнің міндетімді және жауапкершілігімді терең сезінемін. Президент лауазымына кіріскеннен бастап өңірлерді аралап жүрмін. Халықтың көңіл күйін жақсы білемін. Зиялы қауыммен, еңбек ұжымдарымен, бизнес өкілдерімен, инвесторлармен, халықаралық тұлғалармен кездестім. Біз елбасының сара жолымен жүреміз. Халқымыз бір тұтас, тәуелсіздігіміздің ең жоғары құндылығы ретінде мемлекетіміздің іргесі мығым. Алдағы президент сайлауы осыған дәлел болу керек. Сондықтан елдегі қоғамдық саяси келісімді қамтамасыз етіп, алға басу үшін әлеуметтік экономикалық мақсат міндеттерді лайықты жүзеге асыру үшін бізге айқындық қажет. Оның үстіне әлемдегі ахуал бұлыңғыр болып тұр. Бұл отанымыздың қауіпсіздігіне сын қатер әкелуі мүмкін. Ішкі және сыртқы саясаттағы сабақтастық пен тұрақтылықты сақтап, елбасы ұсынған әлеуметтік бағдарламаларды ойдағыдай сәтті әрі тиімді іске асыруымыз керек. Ол үшін аталған тағдырлы шешімді қабылдадым. Мұндай шешім тек халықтың тікелей еркімен сайлауда қабылдануы қажет. Қазақстан демократиялық мемлекет. Президент халықтың таңдауымен сайланады. Мен мемлекет басшысы ретінде сайлаудың таза, ашық әрі әділ өтуіне кепілдік беремін. Бұл менің берік ұстанымым. Алдымызда зор міндеттер тұр. Мен халқымызға, яғни сіздерге сенемін. Қадірлі отандастар, алтау ала болса, ауыздағы кетеді. Төртеу түгел болса, төбедегі келеді, дейді дана халқымыз. Алдағы сайлауға баршаңызды барынша жауапкершілікпен қарауға шақырамын. Еліміздің келешегі, әр отбасы мен әр азаматтың тағдыры сіздердің шешімдеріңізге тікелей байланысты. Уважаемые соотечественники, обращаюсь к каждому из вас. В соответствии с Конституцией страны я принял решение о проведении внеочередных выборов президента Республики Казахстан 9 июня 2019 года. Я советовался по этому вопросу с елбасы Нурсултаном Абишевичем Назарбаевым, консультировался со спикерами обеих палат парламента, премьер-министром страны, согласовал свое решение с Конституционным советом, встречался с лидерами парламентских партий. Решение о досрочных выборах важное и необходимое. Благодаря елбасы мы построили успешное, авторитетное в мире государство. Казахстан занял достойное место в международном сообществе. С нашей страной считаются во всем мире. Сейчас все мы переживаем исторический момент. Верховная власть в Казахстане была передана в спокойной обстановке, в полном соответствии с Конституцией. Это вызвало уважение к Казахстану со стороны мирового сообщества. С момента вступления в должность президента
Я выезжал в поездки по регионам, знаю настроение людей, встречаюсь с интеллигенцией, трудовыми коллективами, представителями бизнеса, инвесторами, международными деятелями. Мой вывод – мы идем правильным курсом. Наш мудрый народ един. Государство, как высшая ценность нашей независимости, незыблемо. Поэтому твердо считаю досрочные выборы главы государства абсолютно необходимыми. Для того, чтобы обеспечить общественно-политическое согласие, уверенно двигаться вперед, решать задачи социально-экономического развития, необходимо снять любую неопределенность. К тому же обстановка в мире быстро меняется далеко не в лучшую для нас сторону. Мы должны подтвердить преемственность, предсказуемость, стабильность нашей внутренней и внешней политики. Нужно продолжать работу по эффективной, успешной реализации социальных программ и стратегий Ельбасы. Сделать это можно только путем прямого волеизъявления народа на выборах. Казахстан – демократическое государство, и президент будет избран согласно воле народа. Как действующий глава государства, я гарантирую, что выборы будут проведены честно, открыто, справедливо. Это моя принципиальная позиция. Перед нами стоят большие задачи. Я верю в мудрость нашего народа. Уважаемые соотечественники, народная мудрость гласит: созидание будет там, где есть единство. Бірлік бар жерде тірлік бар. Призываю вас подойти к будущим выборам со всей ответственностью. От вашего решения зависит будущее страны и судьба каждой казахстанской семьи.